да оны кейбіреулер барып сен Ерсайға жете алмайсың деп пиңон қылады екен. Тауба. Әй, әрбірден кейін мен әлем болмасам да менің артымда жүрген миллион адам бар, менің алдымда жүрген миллион адам бар. Мен мына өмірге ел үшін жасаймын, елге жетем, елден озып кетем деп келгем жоқ. Жая озы жейді шин кайшин жеу шинла өзім бақытты, көңілді, туыс-туғанымыз осы еліміз аман болып, саудам жақсы болып, өз тырышандығыммен жанымды жақсылап бағып, кімнің қиыншылығы бар, азырақ ақшам болса соған жәрдем қылып, өз арманымды іске асырсам болды мен. Не ол елмен салғыласу деген? Мына елмен салғыласып, елмен жарысып, елмен өзім пәмбей қылған адам ерте өліп кетесіңдер. Неге? Дүниеде мына іштарлық жаман ғой. Бірдемеге қызғанған адам, мына ішінен қылан байланбайтын адам, түнімен ұйқысыз, мазасыз, өзін емес, өзген ойлап жүріп, мөдеттен бұрын өледі, қан құсып өледі. 99-дан шапанымен қалқым. 3 кісіге дейін шығады, 3 кісі 80 кіліге шығады міне. Көрдіңіздер ма? Мына юбкам 35 кіл оқаба юбка. Мынау жың нұркадан қалыспайда қалқыма 99-дың мына пасоны міне. Көрдіңіздер ма? Бүгін мынадан алдыңғы жол малын таусылқап кейін және көп адам сұрағандықтан тағы деңгіл қылдым. Мал келді және де қалқым. Соған мен айтып қояйын. Көп адамдарчы осы өмір туралы мына көзқарас дұрыс емес екен. Біз осы бастауыштың есігінен кіргеннен тартып, реншінгуан, жажыгуан, шыжагуан деген 3 көзқарас бар. Осы 3 көзқарасты дұрыс орнатпаған адам өмірде бекер жасайсыз. Ей жарым салдырлатпаш. Мына немене, мисалан сізде осы 3 көзқарас дұрыс орнаса, сіз бірау сөзбен ақшаны қалай табуды, қалай қашалауды, кімге беруді, қалай сүнчен қылуды, неге істетуді, өзіңіз қалай осы өмірден алқып шалқып өкінбейтіндей жасауды білесіз да, сөйтіп жасай аласыз. Ал осы көзқарас болмаса, ал кейбір адамдар бар ғой, құр ақша табады, құлықсап, киген киімі, отырған үйі, мысалы бар ғой, көп қой, жаңа үйді салып қойып қимай, ана көне үйінде құлап өліп қалғандар, Өнен кейін ана жаңа киімді алып қойып қимай, оның ол бір бер жағы, өзінің қарнына жеуге өзіне бір қимайтын адам жетеді ғой. Бір мысалы ондай көп қой. Ой, әлгі не ақшаны өзінің алдына бірінші орынға қоятын адам көп қой. Ақша деген бір гоңжүй, құрал. Ақша деген құрал ғана, ұқтыңыздар ма? Сіз үшін қызмет ету керек. Сіз ақшаны өзіңіз үшін қызмет еттіре алған кезіңізде, сіз бағанағы 3 көзқарасты дұрыс орнатқан боласыз. Егер сіз ақшаның құлы болып жасасаңыз, 3 көзқарас сізде өмір дұрыс орнамаған, мектептің тәрбиесін бекер алған боласыз. Ұқтыңыз ба? Соған мектепке барып, құры оқып, сабаққа мықты болсалам есап емес. Өзі не үшін жасап отыр? Арманы не? Кімге қалай келу керек? Не үшін қайсы арманмен қандай жасау керек деген нәрсе ең алдымен адам ойлануға тиісті мәселе. Ал көп адамдарда осы ой болмағандықтан кішкентай нәрсе болса өліп алатын, оның бұның бәрі сол адамдардың басына